тұрғанда күнге сәлем беруді білдіреді. Бұл тек қана физикалық жаттығу емес. Дәл қазір көзіңізді жұмып, осы жаттығуға ниет қояйық. Асыл армандарыңызды тілеңіздер. Баршаңызға сәттілік, біз бастаймыз. Дорогие гости, участники, давайте мы с вами будем потихоньку начинать. И сегодня мы будем выполнять его все вместе. Прямо сейчас посмотрите друг на друга, вот прям развернитесь, увидьте, сколько нас много, и мы целая йога-семья. И, конечно же, 108 кругов Сурья-Намаскар – это не только физическая работа. Встанем в Тадасану, да, наша любимая поза, исходное положение. Словим внутреннюю тишину. И закрывая глаза, заглядывая внутрь себя, заложите намерение на эту практику, на эти 108 кругов. Прямо сегодня, в такой необычный день, Международный день йоги. И все ваши желания обязательно сбудутся, благодаря этой мощной энергии ваших усилий. И тогда мы начинаем первые круги. Если вдруг кто-то не знаком с комплексом, то на сцене есть наши прекрасные йоги, йогини, которые будут вам подсказывать. Алақанымыз қосылуы. Дем шығарып, толықтай төменге еңкейеміз. Дем алып, жартылай алдымызға қарап, кеудемізді көтереміз. Қарып, кеудемізбен иегімізді кремшеге түсіреміз. Дем алып, кеудемізді жоғары көтеріп, дем шығарып, артқа қарай еңкейеміз. Төмен қараймыз. Бір. Терең дем аламыз. Екі. Дем шығарып, толықтай төменге еңкейеміз. Дем алып, жоғарыға қолымызды көтеріп, қолымызға қарап. Дем алып, алдымызға қарап, жартылай көтеріп. Дем шығарып, артқа қадам басып, планка. Поднимаем руки наверх, выдох, опускаем руки вниз, наклон к ногам. Вдох, приподнялись, посмотрели вперед. Выдох, шаги назад, планка. Вдох, опускаем колени. Выдох, грудная клетка, подбородок. Вдох, собака вверх. Выдох, собака мордой вниз. Здесь мы дышим 3. Растягиваемся. 2. И 1. Вдох, подшагиваем вперед. Взгляд вперед. Выдох, наклон вниз. И глубокий вдох, вырастаем наверх, смотрим в небо. Выдох, руки вниз, наклон. Вдох, Ардха Уттанасана. Выдох, шагаем назад, планка. Вдох, колени вниз, выдох, грудная клетка, подбородок. 2, коленки можете сгибать. 1, вдох, шагаем вперед, взгляд вперед. Выдох, наклон вниз. Вдох, посмотрели вперед. Выдох, шагаем назад, планка. Вдох, опускаем колени. Выдох, грудная клетка, подбородок. Выдох, наклон вниз. Вдох, Ардха Уттанасана. Выдох, Уттанасана. Уходим в планку. Вдох, опускаем колени. Выдох, грудная клетка, подбородок. Вдох, собака вверх. Выдох, уходим назад, собака мордой вниз. Дышим здесь 3. Дем шығарып, төмен еңкейеміз. Дем алып, жартылай алдымызға қарап. Дем шығарып, артқа қадам басамыз, планка. Дем алып, тіземізді, дем шығарып, кеудемізді, дем алып, жартылай жоғары қарап. Дем шығарып, артқа, төмен қарап. 1, 2, 3. Дем алып, алға қадам басып, жағына көтереміз. Дем шығарып, Уттанасана. Дем алып, қолын жоғары созамыз. Дем шығарып, қолын түсіреміз. Дем алып, қолын жоғары. Дем шығарып, төмен еңкейміз. Дем алып, алдымызға қарап.
Дем шарып планка. Дем алып деміз, кеудеміз төмен түседі. Келесі дем алып жоғары қараймыз. Дем шарып артқа, артқа куштанасың. Вдох, опускаем колени, выдох, грудная клетка под боком. Вдох, вверх, собака вверх. Выдох, уходим назад, собака мордой вниз. Дышим. Можно прикрывать глаза и полностью погружаться внутрь себя. Вдох, подшагиваем вперед. Выдох, наклон вперед. Вдох, вырастаем наверх. Выдох, Тадасана. 108-й круг! С максимальной осознанностью приготовились все вместе, как одна большая йога-семья. Вдох, руки наверх, смотрим на небо. Выдох, наклон к земле. Вдох, приподнялись, улыбнулись. Выдох, мощный прыжок. Вдох, на выдохе опускаем колени, грудная клетка. Вдох, приподнялись, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Прям постойте, покайфуйте в этой позе. Поблагодарите свое тело. Потом после ковида вот это все. И приготовились. Вдох, прыжок вперед. Выдох, наклон к ногам. И с улыбкой все вместе. Вдох, руки наверх. Поблагодарите себя и обнимите друг друга. Кто рядом, хватайте, обнимайте. И с горячими сердцами. Благодарите, вы большие молодцы. Bir-biringizni qutlaqlab, bir-biringizga qushon jayib, barchamizni qutlaqlaymiz. 108 aylanildi. Biz rasadik. Taqdir bir o'zimizga qo'l shapaloqlab qo'yaylik. Мы все устраиваемся, можно лечь, можно сидя. И медленный глубокий выдох через все тело. Мы расслабляемся. Все страхи, все сомнения. С выдохом мы выдыхаем вниз. Представьте, как из ваших стоп прорастают корни. И эти корни уходят глубоко в центр Матери Земли. И когда мы делаем выдох, с выдохом по этим корням мы отпускаем свою усталость. Начинает подниматься энергия Матери Земли Гаи. Она проходит по вашим корням, проходит через ваши ступни, легко движущимися к своей цели. Мы снова делаем вдох. Энергия поднимается по первой чакре. Энергия поднимается до уровня сердца, заполняя каждую клеточку вашего сердца. И почувствуйте, как ваше сердце расширяется. Снова делаем вдох, энергия поднимается до макушки.
शमशान वासी हे माँ काली कर संहार कर संहार शक्ति की साधना कर्मों की भावना तुमसे जुड़ी है ब्रह्मांड की कामना महाकाली 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 शक्ति की साधना कर्मों की भावना तुमसे जुड़ी है संहार कर अहंकार का रक्त बीज के हर प्रहार का डर संहार कर अहंकार का रक्त बीज के हर प्रहार का नंदिनी नंदित मोदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हश्चरते त्रिभुवनभूषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोचनि घोररते धनुजनि रोषिणि दुर्मदशोषिणि दुःखनिवारिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान में दवाई है नचे नचे करोड़ों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूफों से उड़ा दी गिर गिर बारे मैंने जिंदगी जलाई You are the reason that I breathe. You are the reason that I still believe. You are my destiny. Say oh, 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 oh. No, there is nothing that can stop us. Nothing can ever come between us. So come and dance with
सिद्ध जो अपने आप सिद्ध जो रखना इस पे आस्था योगानुशासन योगारंभ हो योगारंभ हो ये शरीर और मन का संजोग है योगारंभ हो योगारंभ हो जो सुलझा दे जीवन को वो योग है जो सुलझा दे जीवन को वो योग है Встречаем казахский танец, коллектив «Берлек». Встречайте! Сіздердің алдарыңызда Анель Марабаева үнді биімен қарсы алайық. कान्हा की मुरली ऐसो जिया में छन छन छनना छन बाजे रे छोड़ के सुध बुध मेरा हुई रे छोड़ के सद बद में
तो राधा नाचेगी म्यूजिक बजेगा ना तो राधा नाचेगी म्यूजिक बजेगा ना तो राधा नाचेगी वृंदावन की बहकी आकी बाकी गलियां आकाश की तरफ है तेरी तरह सियां म्यूजिक बजेगा ना तो राधा नाचेगी म्यूजिक बजेगा ना तो राधा नाचेगी म्यूजिक बजेगा ना तो राधा नाचेगी And now, today, please let me invite our honorable guests on stage. Please come welcome on stage to begin our official ceremony. Your Excellency, Dr. T.V. Nagendra Prasad, Ambassador of India. Hurmati, Khanumdar wa Marzalar, Salamat Sisbe. Namaste to everyone. Representative of Mayor's Office, all the yoga enthusiasts, the Director of Swami Vivekananda Cultural Center, Nalini Singhal, my colleagues and yoga enthusiasts. Greetings on the occasion of International Day of Yoga. It's a special year for yoga as we completed 10 years of this magnificent celebration. Over the past 10 years, it was like a movement or a campaign to promote this wholesome exercise which combines both physical and mental for the betterment of health. It helps you not only to keep you fit, but also composed, resilient, and in harmony with whatever happening around you and nature. Yoga, the word itself, gives a breeze of spirituality. Халықаралық йога күнімен шын жүректен құттықтаймын. Биылғы жыл ерекше, себебі биыл осы керемет мерекенің 10 жылдығын атап өтудеміз. Өткен 10 жылдықта йога бүкіл әлемдік қозғалысқа айналып, дене мен ақыл ойды үйлестіре отырып, денсаулықты нығайтудың тиімді тәсілі ретінде насихатталып келеді. Йога тек денені шынықтыру емес, ол ішкі тыныштықты, төзімділікті, айналадағы әлеммен және табиғатпен үйлесімді өмір сүруді үйретеді. Йога сөзінің өзі рухани тыныштықтың лебін сездіреді. On behalf of Embassy and our Swami Vivekananda Cultural Center, I extend a warm welcome to all yogis and to-be yogis on this pleasant morning in this beautiful venue in this modern city of Astana. It will be a miss if I don't mention about the support we got when the resolution was introduced at the United Nations General Assembly 10 years ago to designate June 21st as the International Day of Yoga. It was co-sponsored by 177 countries. The largest ever any resolution got such strong support. Not only that, thanks to International Day of Yoga, today over 190 countries are celebrating yoga across the world. Үндістан елшілігі мен Свами Вивекананда мәдени орталығы атынан осы әдемі әрі заманауи Астана қаласындағы тамаша мекенде жиналған барлық тәжірибелі йогамен енді айналысқысы келетін жандарды шын жүректен қарсы аламыз. 10 жыл бұрын 21 маусымды халықаралық йога күні деп жариялау жөніндегі қарар
Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясына ұсынылған кезде біз үлкен қолдауға ие болдық. Бұл бастаманы 177 ел қолдады. Бұл тарихтағы ең ауқымды халықаралық қолдау болды. Бүгінде осы бастаманың арқасында әлемнің 190-нан астам елінде йога күні тойланып жатыр. Tell me, where these chronic diseases of today were there in the past, 100 years ago or so. Today we classify countries as capitals of chronic diseases like diabetes, blood pressure, heart and psychological disorders. Why so? Our lifestyles have changed, our food habits have changed, and we are living in a fast-paced life, and it's unimaginable the pace at we are living. Yoga principles are sutras written by the Indian sage Patanjali thousands of years ago are proving to be useful today. This is the reason our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, proposed to share this ancient wealth with the world in his address at the UN General Assembly, and since then we have not turned back. Such is the interest, enthusiasm, and wider acceptability of yoga across the globe. We are happy that India's initiative had lit up many lives across the world to help cope with various health issues. Бүгінгі күні кең таралған созылмалы аурулар бұрын немесе 100 жыл бұрын болды ма? Қазіргі таңда біз кейбір елдерде диабет, қан қысымы, жүрек аурулары мен психологиялық бұзылулар сияқты созылмалы дерттердің астанасы деп атайтын болдық. Неліктен бұлай болды? Себебі өмір салтымыз түбегейлі өзгерді. Тамақтану әдетіміз де өзгерді. Ал бүгінгі өмір сүру қарқыны ақылға сыймайтын деңгейге жетті. Үнді данышпаны Патанджали мыңдаған жыл бұрын жазып кеткен йога қағидалары немесе сутралары қазіргі уақытта ерекше пайдалы әрі өзекті болып отыр. Дәл осы себеппен Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди мырза бұл рухани байлықты бүкіл әлеммен бөлісуді Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында ұсынды. Және сол сәттен бастап біз бұл жолдан қайтқан емеспіз. Бүкіл әлемде йогаға деген зор қызығушылық, ықылас пен кеңінен қабылдау байқалды. Үндістанның бастамасы көптеген адамдарға түрлі денсаулық мәселелерімен күресуге жол ашып, олардың өмірін нұрландырғанына біз өте қуаныштымыз. Today we are living in a very uncertain world with conflicts and the wars ongoing around us, resulting in so much suffering. I keep asking myself as to why we can't live amicably in this interconnected world by sharing resources. At first, why the conflict, and then followed by struggling to find resolution mechanisms. A serious thought should be given by the people to ensure peace, harmony, and happiness. Yoga teaches you how to live in harmony with the surroundings, people, and situations. We strongly believe that yoga helps to live in harmony, and I have been thinking to a great extent, yoga helps to keep balance in thinking and also to a great extent inculcates peace and harmony in a society, leaving least scope for greediness or conflicts of interests. The spread of yoga would lead to a peaceful transition to a harmonious society due to its principles which help in inner engineering of one's self. Бүгінде біз өте белгісіз, тұрақсыз әлемде өмір сүріп жатырмыз. Айналамызда қақтығыстар мен соғыстар жалғасуда, ал олар адамдарға орасан зор қайғы мен азап әкелуде. Мен өзіме қайта мынандай сұрақ қоямын. Неге біз осы өзара байланысқан әлемде ресурстарды бөлісіп, тату-тәтті өмір сүре алмаймыз? Неліктен алдымен қақтығыстар туындайды, содан кейін барып қана оларды шешудің жолдарын іздейміз. Адамзат бұл мәселе жайлы шын мәнінде терең ойлану керек. Бейбітшілікті, үйлесімшілікті және бақытты қамтамасыз ету үшін. Йога қоршаған ортамен, адамдармен және өмірдегі түрлі жағдайлармен үйлесімде өмір сүруді үйретеді. Біз
йога адамның ойлау жүйесінде тепе-теңдікті сақтауға көмектесетініне және қоғамда тыныштық пен келісімді орнықтыруға ықпал етіп, ашкөздікке жол қалдырмайтынына нық сенеміз. Йоганың таралуы адам баласының ішкі болмысын тәрбиелеуге негізделген қағидаттарының арқасында бейбіт және үйлесімді қоғамға жұмсақ, табиғи өтуді қамтамасыз етеді. Thank you, Kazakhstan. Kazakhstan has embraced yoga as if it was known and practiced for centuries. It's interesting to see so many Kazakhs with perfect yoga poses. Over the last decade, yoga studios mushroomed across the country, and it is a task for Embassy and Cultural Center to celebrate Yoga Day in over 20 cities. All these cities wish to celebrate in a big way. The enthusiasm and deep commitment of yogis is unmatched. I have personally seen a keen interest in spreading proper yoga that is comprehensive, which combines meditation, which is in fact most important and integral part of yoga. This brings in spirituality and calmness into life, and if I may suggest that yoga should not be restricted to physical alone. But I have one complaint. Yoga is not only for women, but it is also for men. Hope to see more men join yoga in future years. Қазақстанға рахмет. Қазақстан йоганы ежелден танып, ғасырлар бойы тәжірибе ретінде қолданып келе жатқан іспетті шынайы ықыласпен қабылдады. Соңғы 10 жылда ел бойынша йога студиялары жаппай ашылып, бүгінде халықаралық йога күнін 20-дан астам қалада атап өту елшілік үшін маңызды міндетке айналды. Бұл қалалардың бәрі йога күнін кең көлемде, жоғары деңгейде атап өтуді қалайды. Және осыған қатысты бізге өздері бастама көтеріп, қолдау сұрайды. Йогамен айналысатын жандардың ырдағаттылығы мен шынайы беріктігі теңдессіз. Мен өзімде еліміздің әр өңірінде шынайы, дұрыс бағыттағы йоганы, яғни медитациямен үйлесетін толыққанды йога тәжірибесін таратуға деген ерекше ықыласты көзіммен көрдім. Себебі медитация йоганың ең маңызды және ажырамас бөлігі. Ол өмірге руханилық пен тыныштыққа келеді. Егер рұқсат етсеңіз, мен мынадай ұсыныс білдіргім келеді. Йоганы тек физикалық жаттығулармен шектемей, оны адамның ішкі болмысын жетілдіру жолына айналдырған жөн. Және менің бір шағымым бар. Йога тек әйелдерге ғана арналған емес, ол ер адамдар үшін де аса пайдалы. Алдағы уақытта йогаға ерлер де белсенді түрде қосылады деп үміттенемін. I take this opportunity to thank Honorable Mayor of Astana, Mr. Jenis Kasimbek, the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Health and Sports for their support to organize these celebrations. I also want to express my deep appreciation to all the yoga studios, particularly Sundar Yoga and Songat, for their constant endeavor to spread yoga and also support to us in making these celebrations a big success. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек мырзаға, сондай-ақ осы мерекелік іс-шараларды өткізуге қолдау көрсеткен Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне, Денсаулық сақтау министрлігіне және спорт министрлігіне шынайы алғысымды білдіремін. Сондай-ақ еліміздегі барлық йога студияларына, әсіресе Сундар йога, Сунгат студиясына йоганы кеңінен насихаттауға және бұл мерекені табысты өткізуге тұрақты түрде қолдау көрсетіп келе жатқан қажырлы еңбектері үшін зор ризашылығымды білдіремін. Last but not the least, my appreciation to Director of our Cultural Center, Nalini Singhal, and my colleagues at the Embassy, without whose hard work this grand show would not have been possible. Сонымен қатар, маңыздылығы жағынан соңғы емес, осы шараның сәтті өтуі үшін аянбай еңбек еткен мәдениет орталығының директорына,
Налин Сингал ханымға және елшіліктегі әріптестеріме ерекше алғыс айтқым келеді. Олардың қажырлы еңбегінсіз бұл шара жүзеге аспас еді. For those who want to begin yoga, please attend the classes at Swami Vivekananda Cultural Center in Astana. They have a good teacher who teaches to begin yoga in your lives. Йогамен айналысқысы келетіндер біздің мәдени орталығымыз Свами Вивекананда атындағы мәдени орталығымызға келіп, йогамен айналыссаңыздар болады. Ол жерде жақсы мұғалімдер бар. Let us also give a big hand of applause to the people, to the artists who have danced with yoga poses to various Indian songs. Осы сахнада өнер көрсеткен бишілерге де қол шапалақтайық. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. May all you lead happy lives with good health. Happy yoga. Баршаңыздың өмірлеріңіз бақыт пен денсаулыққа толы болсын. Халықаралық йога күні құтты болсын. Jai Hind, Jai Bharat. Астана қаласы әкімдігінің спорттық бұқаралық іс-шаралы өткізу дирекциясының басшысының орынбасары Мүсірбаев Ержігіт Қадырбайұлын сахнаға шақырамыз. Қайырлы күн, йога сүйер қауым. Бүгінгі халықаралық йога күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Йога жаңадан бері айтып жатыр, тек дене қозғалыс емес, адамның рухани байлыққа негізделген, табиғатпен үндесу, өзін жеке тану деп баршаңызды йогамен айналысуға шақырамыз. Осы іс-шараны ұйымдастыруға мұрындық болған Сыртқы істер министрлігіне, Үндістан елінің елшілігіне және Астана қаласы әкімдігіне алғыс айтамын. Және барша осы мерекелік іс-шараға қолдау білдіріп келген барша сіздерге де көп алғыс айтамыз. Бүгінгі жексенбі өте тамаша, демалыс күніміз өте тамаша басталды деп ойлаймыз. Бүгін өзімізге керекті қуатты жинадық. Үнемі йогамен айналысып, және де салауатты өмір салтын ұстануға баршаңыз шақырамыз. Тек мерекеде қуанышта бас қосайық. Сәттілік сіздерге. Рахмет. Құрметті йога қауым, қазір біздермен бірге йога протоколын жасауға шақырамын. Біздер криялар, содан кейін тұрып жасайтын, отырып жасайтын асаналар жасаймыз. Ең бастымен тадасанаға тұрамыз, тік тұрамыз, аяқтарымыз бірге ұстап, қолдарымыз дене бойында ұстап, демімізді мұрынмен алып, демімізді мұрынмен шығарамыз. Бір, төмен түсіреміз басымызды. Басымызды жоғары көтереміз. Екі. Басымызды жоғары көтереміз. Басымызды жоғары көтерген кезде демімізді аламыз. Үш. Келесі басымызды оңға және солға ию. Демімізді шығарған кезде басымызды оң иығымызға иеміз. Оңға, солға. Оңға, солға. Үш рет қайталаймыз. Оңға, деміңізді шығарыңыз. Солға. Ортада деміңізді алып үлгеріңіз. Оңға, солға. Иықтарыңызды көтермеңіз. Оңға. Деміңізді шығарып, басымызды төмен түсіріп, оң жаққа айналдырамыз. Ал бірге бастайық. Бір. Саусақтарыңызды мойныңызға қоюға болады, мойныңыз ауырмау үшін. Екі. Бір. Өз қалпыңызда демалыңыз. Екі. Және де үш. Жақсы, қолыңызды беліңізге қайтарыңыз.
Енді қолымызды дене бойында түсіреміз төмен. Содан кейін қолдарымызды төмен түсіріп, саусақтарымызды иығымызға қоямыз. Енді сағат төмен бағытымен айналдырамыз. Бірге. 1. Төмен түсіргенде денеңізді дегізіңіз. 3. Асықпай жасаңыз. Енді алға қарай. 1. Иықтарыңызды. Яғни оңға. Алақандарыңыз солға. Оңға. Алақандарды жоғары көтереміз. Саусақтарымызға тұрамыз. Жоғарырақ. 1. 5 қал. 2. 3. 4. 5. Осылай 2 рет қайталамыз. Қайта төмен түсіреміз қолдарымызды. Екінші рет. 3. 4. 5. Жақсы. Қолдарымызды қайта орнына қайтарып. Енді тренерлер көрсетті. Осылай сапар. Егер де осылай жасалмайтын болсаңыз, 2. Жоғарыға созыламыз. 3. 4. 2. 1. Жақсы, жоғары көтеріліп, артқа қарай. Жоғары көтерілеміз, демізді алған кезде, содан кейін қайтамыз тадасыныға. Енді 10 аяғымызбен артқа қарай қадам жасаймыз. Қолдарымызды екі жаққа созып, аяқтарымызды тіке ұстап, сол аяғымызбен төмен түсеміз. 1. 2. 3. 4. 5. Керемет, жоғары көтеріліп, өз орындарыңызға қайтыңыз. Енді мен тұрып жасайтын асаналарды аяқтадым. Менің әріптесім, йога мұғалімі Сұңғат сізге отырып жасайтын асаналарды көрсетеді. Ең бастымен біз төмен дандасынаға отырамыз. Сол үшін біз қолдарымызды жоғары көтереміз. Деміңізді алыңыз. Чатурангыға тізелеріңізді бүгіп, баласына деген асанаға жатасыз. Содан кейін дандасынаға отырасыз. Следующая асана бадрасана или поза бабочки. Подгибаем правую ногу. Затем левую соединяйте подошвы стоп. Вытягиваясь за макушкой, можно взять носочки в захват. Сцепили пальцы в замок, если возможно. Спокойно, мягко вытягиваем. Наблюдаем, как таз раскрывается. 4 вдох-выдох. 3 наблюдаем, как поднимается немножко глубь пищеварения. 4 вдох-выдох. 5 дышим. Продолжаем дышать. Хорошо. Следующая асана, артха-уштрасана. Колени на ширине таза. Носочки можно упереть в коврик сзади, носочки в пол. Хорошо. Ладони подпирают поясницу пальцами вниз кисти рук. Расправляя плечи. Толкаем таз вперед, мягко вытягиваемся вверх. Дышим. Раз, вдох-выдох. 2. 3 дышим. Прикидывайте голову осторожней. 5. Хорошо, плавно выходим, опускаем подбородок, подаем таз назад, вытягиваем коврик вперед, колени на ширину коврика, руки подложите под голову, расслабьте шею, расслабляемся, наблюдаем, как расслабляется поясница, грудной отдел. Поднимаем левую руку и за голову заводим кисть руки к правому плечу, кисть пальца. Правую руку заводим за голову, руку накрест к левому плечу. Вытягивайтесь, расправляя плечи, локти толкаем вверх. Дышим глубоко. Раз. Обхватываем колено, вытягиваясь за макушкой, голову поворачиваем вправо. Кто может, усложняйте, заводим локоть за. Дышите глубоко. Когда будете готовы, открываем глаза. Хорошо, можно садить ладони перед собой. Поблагодарите всех за практику. Всем спасибо большое. Всем хорошего дня, с праздником. Let me invite on stage His Excellency Dr. TV Nagendra Prasad, Ambassador of India, with his spouse Mrs. Padmavati. Please welcome on stage. Снова на сцену мы приглашаем уважаемого посла Индии с его супругой миссис Падмавати. Пожалуйста, встречаем. Светлана Архипенкова.
Бибигуль. Бізді 5 аға йога оқытушыларын құттықтаймыз. Енді сахнаға біздің осы шараның спонсорларын шақырамыз. Жанет Есенгараева. Спонсорларымызға алғысымызды білдіреміз. Сундар Йога Студио, встречаем! И дочка Туғыл Аня. шапалақ. Сұңғат мырзамызды сахнаға шақырамыз. Сунгат Искаков, Йога Фэмили Астана. Пожалуйста, навстречу, Сунгат! Екатерина Миронова, Сундар Йога. Василий Бангер. Мы с вами занимаемся йогой уже много времени. Кто-то только начал заниматься, но это 11-й день йоги, который мы отмечаем здесь, в Астане. И в связи с этим событием, после долгой продуктивной работы, у нас отличная новость. Это невероятное достижение всех преподавателей, всех учеников, а также Индийского культурного центра при поддержке посольства Индии в Республике Казахстан. Мы открываем Йога-альянс. Это логотип Йога-альянса Казахстана. Новая организация. Встречаем в добрый путь. От души большое спасибо вам. Мы очень извиняем, если вам что-то неудобство было, если что-то у вас не получалось, очень извиняйте, пожалуйста. Каждый год мы стараемся делать всем довольно, иногда не получается. Поэтому очень извиняйте, пожалуйста. Потому что он... Вот человек он всегда от души работает. Поэтому большое спасибо, Асет. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, культурный центр, директор, ma'am. I'm so grateful. Самый лучший посол, самый добрый, всем одинаково относится. У кого выше, ниже относится. Спасибо, 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 спасибо. Всем спасибо большое, пришли. Сейчас у нас есть главное, у нас йога фэмили Астана. Сунгат пару слов, потом мы официально закрываем, домой пойдем. Спасибо всем большое за организацию. Во-первых, Сундару,
всех учителей, всех преподавателей, всех, кто хочет преподавать, всех, кто связал свою жизнь с йогой. Добро пожаловать. Всем спасибо большое. So, thank you very much, Sundar, Sungat, and then Yoga Family Astana. It's a good moment that today, on the occasion of International Day of Yoga, we have launched. I think this alliance will work as a foundation for all the yoga schools certification across Kazakhstan. It's a great initiative. I must thank Sundar, Sungat for working together on this particular initiative. It's a great initiative. It will spread and establish yoga in much more better way. Thank you, sir. Thank you. Он сказал, все будет хорошо. Всем спасибо. Коротко скажу. Последнее, самое последнее, нас волонтеры. Мы это не организации, сами нет. У нас волонтеры. Можно сесть сцены, пожалуйста, волонтеры. Пойдемте, Назар, пойдем, волонтеры. Пойдемте быстро, групп фото. Just take one photo. Волонтер, пойдемте, пожалуйста.